Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дастархандарыңыздың көркін ашатын ерекше чак-чак дайындаймыз. Менің каналымда видеолар жіберіп алмас үшін каналға жазылуды ұмытпаңыз. Қамырын дайындау үшін бізге ұн, жұмыртқа, сары май, су қажет болады. Ең алдымен табамызға суымызды құйып, артынан ертілген майды құйып, жұмыртқаны жарып, қасықпен жұмыртқа біріккенше араластырып, артынан ұнды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Иленген қамырымыздың бетін жауып, жарты сағатқа қалдырамыз. Осы аралықта сиробын дайындаймыз. Ол үшін бізге су, шекер, лимон суы, асел қажет болады. Ыдысымызға суды, шекерді, лимон суын, аселді салып, жанып тұрған газдың үстіне қоямыз. Араластырып, қайнағанын күтеміз. Қайнаған соң астын өшіріп, суытуға қалдырамыз. Июі қанған қамырымызды орташа қалыңдықта жаямыз. Жайылған қамырды салқын жерде жарты сағат кептіріп аламыз. Кепкен қамырымызды видеода көрсетілгендей біркелкі етіп орап шығамыз. Оралған қамырды қиғашынан біркелкі етіп кесіп шығамыз. Осылай қамыр аяқталғанша кесіп аламыз. Енді табамызға май құйып, қызған соң аз-аздан салып пісіруді бастаймыз. Кесілген қамырымыз аяқталғанша осылай аздан салып, екі бетін сары түске енгенше пісіріп аламыз. Суып дайын тұрған сиропқа піскен чак-чактарымызды салып, екі бетін батырып аламыз. Біздің көрінісі ерекше чак-чагымыз дайын. Бетін өз қалауларыңызша безендірсеңіздер болады. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.